Қайырлы күн, саламатсыздар ма, қалдарыңыз қалай, жақсыздар ма? Біз бүгін арахисовый печенье пісіреміз. Құрамдары өте қолжетімді, арзан заттардан тұрады. Бұл жаңағы шаймен де сатуға да күшті кетеді. Мен өзім күнделікті балдарыма да пісіріп беріп жүремін, дүкендерге де алып барамын. Мысалы, жаңағы біз майды, сары майды аламыз, комнатный температурада болу керек. Сол сары майдан кейін секер қосамыз. Секердің үстінен жұмыртқаны қосамыз. Жұмыртқаның үстінен ванилин қосамыз. Ол өздеріңіздің қалауыңыз бойынша ванилин қоссаңыз да, қоспасаңыз да болады. Мен бірақ өзім қосамын. Дәмі күшті болады. Ванилин қосамыз, одан кейін разрыхлитель қосамыз. Сөйтіп қамыр етіп илейміз. Қамырымыз қатты болып қалмау керек. Әр жақтың ұны әртүрлі болады. Мен мысалы патша деген ұнды қолданам. Жаңағы әр жақтың ұны болғанда, мен мысалы 400 грамм қолдансам, кейбір ұндар 450-500 грамм сондай болады. Бірақ жаңа рецептісін описанияға жазып кетемін. Солай жасайсыздар. Көресіздер, егер ұндарыңыз аз болып жатса, қосасыздар. Енді осылай қамырымызды үстіп пласт қылып жаямыз. Сөйтіп менде мынандай форма. Егер сіздерде ондай форма жоқ болса, любой домалақ затпен жаңағы форма етіп кессеңіздер болады. Сосын мына крем сағатын жаңағы формамен тестім ортасын. Сонда бізде осындай кружочки шығады. Ортасы тесік. Сөйтіп осылай жаңағы тесіп формаға саламыз. Пергаментный бумаға салып, үстіне соны саламыз. Менде жаңағы егер қамырын жұқалау қылсаңыздар, печенье көптеу болады, бірақ хрустящий болады. Егер қалың қылсаңыздар, печеньеларыңыз жұмсақ болады, бірақ кішкене аздау шығады штуга. Сол жағын есептеңіздер. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай жасаңыздар. Енді осылай барлығын тесіп болып, пергаментный бумага төсеп, листке жаңағы осы печеньеларымызды саламыз. Әр пеш әртүрлі болады. Мысалы, әсел, сосын жаңағына бош, андай үлкен пештерде, мысалы 15-20 минутта піседі. Әркім өз пешін біледі ғой. Мысалы, мен өзім пешімде 15-20 минутта пісіп шығады. Беттері кішкене қызара бастағаннан уже алып бастаймын мен. Қатты қызып кетсе, қатты болып кетеді печеньеларыңыз. Сол үшін өздеріңіздің пештеріңізге ыңғайлап қоясыздар. Слишком қатты болып кетпеу керек. Асты 180 градуста 15-20 минутта пісіп шықты менде. Осылардың барлығын, осы тестаның барлығын қазір пергаментный бумагаға саламыз. Пергаментный бумагаға салып, үстінен жұмыртқаның сарысын жағамыз. Жұмыртқаның сарысын жағып барлығына жаңағы дробленый арахистер болады, готовый кондитерский магазиндерде болады. Или кәдімгі андай арахисті өзіңіз алып, жаңа блендерден измельчить етіп алсаңыз да болады. Өзіңізге қалай выгодно, солай жасайсыз. Мен мысалы жұмыртқаның сарысын осылай жақтым. Енді қазір менде готовый дробленый орехтер. Сол дробленый орехті қазір үстіне сеуемін. Сонда күшті болады, жегенде де прям күшті болады, хрустящий орехпен жаңағы мына тестаның несі, екеуінің вкусы енді күшті болады. Жасап көріңіздер. Тез жасалады, үйде бар заттардан күшті шығады. Осылай жасап, бір 15-20 минутта пісіп шығады тез. Ал сәттілік тілеймін сіздерге, жасап көріңіздер. Қонақтар келгенде де тез пісе қояды. Шайға да, торттың шайына да тез піседі. Самый главный, жасап көріңіздер. Рецептісін описанияға жазып кетем. Егер ұнап жатса, лайк басып, қолдау көрсетіп кетіңіздер Қазақстан каналына. Барлығымыз бір-бірімізге подписаться етіп, бір-бірімізді қолдап жүрейік. Бұдан да күшті рецепттер салатын боламын. Осы каналдың дамуына үлес қосыңыздар.
ақылы мастер-класстарда ақылы сатылып жатқан жаңа рецепттерді де тегін салатын боламын. Соларды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп жаңа уведомленияларды өткізіп алмас үшін қарап отырыңыздар. Сонда барлығымнан хабардар болып отырасыздар. Ал сәттілік тілеймін сіздерге. Мен мысалы қазір мынаны салам, уже пісіп шығады, бұйырса жасап көріңіздер. Ас болсын.